Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен қойдың қабырға етінен жасалған өте дәмді тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін менімен бірге тамашалаңыздар. Бұл тағамның дәмі өте керемет болып шығады. Кәдімгі кәуаппен алмастырсаңыздар да болады. Тағамды кәдімгі үйдегі духовкада әзірлейсіздер. Бұл тағамның дайындалу жолы өте оңай. Тек қана сіздерге қойдың қабырға еті, 2 пияз және дәмдеуіштер қажет болады. Біз ең алдымен қойдың қабырғасын жақсылап жуып, тазалап кептіріп аламыз. Қойдың қабырғасын тазалап алғаннан кейін оны пышақпен ұзынша етіп әрбір қабырғаның бөліктерін бөліп шығамыз. Ол үшін бізге өткір пышақ керек болады. Осы пышақпен видеодағындай әр қабырғаны бөлек-бөлек кесіп аламыз. Барлық қабырғаның сүйектерін осылай етімен бірге бөлек-бөлек ажыратып кесіп алғаннан кейін пышақтың немесе кішкентай балтаның көмегімен осындай бөліктерге бөліп аламыз. Егерде сіздердің қабырғаларыңыз тым ұзын болса, оны 3 бөлікке бөлсеңіздер болады. Бұл жерде менің қабырғамды 2 бөлікке осылай бөліп алдым. Барлық қабырғаларды осылай бөліп алғаннан кейін енді осы етіміздің маринатын жасауға кірісеміз. Ең алдымен 2 пиязымызды жақсылап осылай ұзынша етіп турап аламыз, ұсақтап. Және 2 сарымсақты да осылай ұсақтап турап алып, етті маринаттауға кірісеміз. Барлық етіміздің жартысын алдын ала дайындалған ыдысымызға салып, оның үстіне пиязымызды және дәмдеуіштерімізді салып шығамыз. Етіміздің қалған бөлігін осы дәмдеуіштің үстіне салып, пиязды салғаннан кейін маринатымызды сіңгенше жақсылап қолымызбен араластырамыз. Ең бастысы біздің барлық дәмдеуіштеріміз етіміздің бойына жақсылап сіңуі керек, сонда етіміз дәмді болып шығады. Мен бұл жерде арнайы қойдың қабырға етіне арналған дәмдеуішті пайдаландым, және қалауларыңызша паприка, қара бұрыш, соевый соус қоссаңыздар болады. Бұл еттің дәмін жақсы келтіреді. Еттің жақсы жұмсаруы үшін мен жарты кивиді ұсақтап турап осы маринатқа пайдаландым. Араластырып болғаннан кейін етіміздің қақпағын жауып, 1 сағатқа маринатқа қойып қоямыз. Біздің етіміз жалпы 1 сағат маринатта тұрды. Енді осы етімізді алып, формамызға салып, оның бетін жақсылап фольгамен тығыздап жауып, 180 немесе 200 градуста қыздырылған пеште толықтай 1 сағат пісіріп аламыз. Етіміз беті жабылған күйде 1 сағат толықтай пеште пісірілгеннен кейін бетін ашып, тағыда 20 немесе 30 минут духовкаға қайтадан салып пісіреміз. Біздің етіміз дайын болды. Енді осы етімізді духовкадан шығарып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Қалауларыңыз бойынша лавашпен не болмаса көкөніспен бірге ұсынуға кеңес беремін. Сіздер де осындай қабырға етінен жасалған кешкі асты өте дәмді үй жағдайында дайындап, отбасыларыңызды қуантсаңыздар болады. Бұл кешкі ас сіздерге кәуапты да алмастырады. Сіздермен бірге болған Қарлыға дәмді кеңестер каналында кездескенше сау болыңыздар, ас болсын. Толықтай 1,5 сағат өткеннен кейін біз етімізді шығарып,
кесіп көрсек болады. Біздің қойдың қабырға етінен жасалған асымыз жұмсақ әрі дәмді, иісі өте мұрын жаратындай дәмді болып шығады. Сіздер де үй жағдайында дайындап отбасыларыңызды қуантсаңыздар болады. Ең бастысы бұл жерде назар аударатыны, маринадын жақсылап жасасаңыздар, сіздердің астарыңыз өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер.